Ескерту: халық емін қолданбас бұрын дәрігермен кеңесіп алыңыз. Бүгінгі тақырып: тауық жұмыртқасы және оның пайдасы. Жұмыртқа тағам есебінде пайдаланылатын құстардың сопақ қабығы бар жыныстық клеткасы. Қабығы аршылған тауық жұмыртқасының химиялық құрамы: 73,6% судан, 12,8% ақуыздан, 11,5% майлардан, 0,7% көмірсулардан, минералдық заттардан тұрады. Жұмыртқада адам ағзасына қажетті, тіршілік үшін маңызы зор амин қышқылдардың бүкіл жинағы бар. Жұмыртқа ем-дәмдік тағамдар қатарына жатады. Энергетикалық құндылығы 157 килокалорий. Жұмыртқаның қатты қабығы ішіндегі ылғалдың ұшпауына қажет және жұмыртқаның сыртқы орта әсерінен қорғайды. Қатты қабық өте майды қуыстардан тұрады. Олар әсіресе жұмыртқаның доғал жағында көп болады. Осы қуыстар арқылы жұмыртқа ішінен ылғал сыртқа шығады. Микроағзалар кіреді және ауа алмасу процесі өтеді. Қатты қабық астында жұмсақ үлдір қабаты бар. Көп сақталған жұмыртқадан сыртқа ылғал буланады да, ақуызы мен жұмсақ мөлдір қабат арасында қуыс пайда болады. Жұмыртқа ақуызы сыртқы ішкі сұйық қабаттардан және ортадағы тығыз қабаттан тұрады. Тығыз ақуыз мөлшері жұмыртқаның балғындығын көрсетеді. Жұмыртқа ортасында сарыуыз болады. Жұмыртқаның құнды бөлігінің бірі сарыуызы. Сарыуыздың жоғары жағында ұрық орналасқан. Сарыуыз майлары мен ақуыздарға, көмірсулар мен минералды заттарға ғана емес, сонымен бірге дәрумендерге, А, Б, Д, Е, тағы басқа да витаминдерге бай. Адам ағзасына сарыуызы жеңіл сіңеді. Шикі жұмыртқа ақуызы ұзақ қорытылады. Тек пісірілген кезде оның сіңуі артады. Жұмыртқалар көптеген тағамның құрамына кіреді. Тауық жұмыртқасы, тауық өнімі, оның құрамында толыққанды ақуыздар, майлар, минерал заттар, А, Д, Е, Б дәрумендері бар. Тауық жұмыртқалары ем-дәмдік және асханалық болып бөлінеді. Асханалық жұмыртқа жаңа, тоңазытқыштық, известелінген болып бөлінеді. Ем-дәмдік жұмыртқа массасы 44 грамм жоғары және сауда орнының минустық температурада сақталынбаған, басылып шыққан соң 7 тәулік ішінде әкелінген және әктелмеген жұмыртқалар жатады. Сонымен бірге, жұмыртқаның құрамында тіршілік үшін маңызы зор амин қышқылдарының бүкіл жиынтығы да бар. Жұмыртқаның неғұрлым құнды бөлігі сарыуызы. Ол майлар мен ақуыздарға, көмірсулар мен минералды заттарға ғана емес, сонымен бірге витаминдерге де бай. Жұмыртқаның адам ағзасына берер пайдасы мол екенін бұрыннан ақ белгілі. Оны пайдалану ежелгі үнді жерінен басталған деген дерек бар. Ертеде қыз-келіншектер әжімнің көзін жою үшін немесе шаштарды қатты болу үшін жұмыртқаны пайдаланған. Ал ер азаматтар жорыққа не шайқасқа шықпас бұрын жұмыртқамен ауқаттанған. Сондай-ақ өз жарақаттарын жұмыртқа басу арқылы жазған екен. Жұмыртқаны қайнатып, қуырып жеу арқылы асқазанда ғана емес, бар ағзаны пайдалы элементтер мен дәрумендерге толтыруға болады. Құрамында ақуыз, йод, фосфор, селен, тағы сол сияқты элементтер созылмалы аурулардың алдын алады. Сондай-ақ оның құрамында А, Б, Д, Е дәрумендерінен бастап бас-аяғы 13 дәрумен кездеседі. Жұмыртқада калорий аз. Бір жұмыртқаның құрамында орта есеппен 76 калория ғана бар. Ал майлылығы небәрі 10 ғана пайыз. Жұмыртқа ағзадағы холестерин мөлшерін төмендетіп, жүрек, жүйке және онкологиялық аурулардың пайда болуына жол бермейді. Көптеген диеталардың мәзірінде жұмыртқа кездесіп жатады. Себебі оның арқасында артық салмақтан арылуға және салмақты бір қалыпты ұстауға болады. Тырнақ, шаш өсімі мен көздің көруін жақсартамын, тістерім маржандай таза, сүйектерім мықты болсын десеңіз, ас мәзіріңізге жұмыртқаны қосыңыз.
Жұмыртқа ағзаны түрлі инфекциялардан қорғап, иммунитетті күшейтеді. Жұмыртқа бет күтіміне де пайдалы. Бір жұмыртқа мен біраз қасық балды араластырып, бетіңізге жағып, 15-20 минут жатып демалыңыз. Кейін жылы сумен шайып жіберіңіз. Бетіңіздің тазарып, нәрленіп, терінің тартылғанын аңғаруға болады. Жұмыртқаның сарысын шашыңызға жағып, 1-1,5 сағаттан кейін жылы сумен жуып жіберіңіз. Бұл ем шашыңыздың жылтыр болып, алдағы күндердің ұштанбауына жол ашады. Көзіңізге сүйел шыққан кезде қайнаған жұмыртқаны ыстық күйінде басыңыз. Сондай-ақ қатты тамақ ауырған кезде қайнаған жұмыртқаны жылы күйінде мойныңызға қойып, қайта-қайта домалатыңыз. Жұмыртқа таңдаған кезде оның сыртқы қабығына мән беріңіз. Егер де қабықшасы кедір-бұдыр, түсі өзгешелеу болса, оны алмаған жөн. Мұндай жұмыртқаны мерзімі өтіп кеткен деп айтады. Бұлшықеттің өсуі және тауық жұмыртқасы. Жұмыртқаны тұтыну тестостеронның өндірілуіне жағдай жасайды. Бұл бұлшықет массасы үшін таптырмас дүние. Сондай-ақ бұл зат ағзаның күш-қуат қорын толтырып отырады. Осыған сәйкес, көптеген бодибилдерлердің өз тұтыну тағамдарына жұмыртқаны қосатыны сондықтан. Өнім бұлшықеттің өсуіне ықпал ету үшін жұмыртқаның сарысын да, ақуызын да тауысқан дұрыс. Қуырылған немесе қайнатылған тауық жұмыртқасы таңғы асқа не кешкі асқа тұтынатын сүйікті тағамдардың бірі. Оны бойдақтар тіптен жақсы көретіні анық. Жыл сайын өндірушілер халықты миллиардтаған жұмыртқамен қамтамасыз етіп отырады. Сондықтан оның жетімсіздігі еш сезілмейді. Тамақтан одағы тауық жұмыртқасының пайда болу тарихы. Тауық жұмыртқасы ең қолжетімді, сондықтан жұмыртқаның барлық түрлерінің ішіндегі ең көп таралған. Тарихтан бұрынғы дәуірде де құстарды қолға үйреткенге дейін бұл өнім жоғары бағаланған. Құстарды қолға үйрету біздің эрамызға дейінгі 7500 жылы болған. Содан бері жұмыртқа кез келген тағамның ажырамас бөлігіне айналды. Мысалы, ежелгі Римде тамақ көбіне жұмыртқадан басталды. Зұлым рухтар табақтарға жасырынбау үшін кешкі астан кейінге қалған раквиналар ұсатып түбіне қойылды. Тауық жұмыртқасындағы сарыуыз және оның пайдасы туралы көптеген жылдар бойы даулар болды. Бір жағынан оның бай құрамы бар. Пайдалы майлар, ақуыздар, витаминдер, олардың әсерін денсаулыққа оң әсер етеді. Құрамында көзге пайдалы лютеин мен зеаксантанин бар. Сондай-ақ жүйке жүйесінің денсаулығы үшін холин бар. Екінші жағынан сарыуызда көп мөлшерде холестерин бар. Ол жиі қан тамырлары мен жүрек ауруларын тудырады. Дегенмен, көптеген заманауи зерттеулер бұл қорқыныштарды жоққа шығарады. Негізгі ереже норманы ұстану және тамақтануды қадағалау. Әрине, егер сіз күніне 5 жұмыртқаны жесеңіз, жүрек пен қан тамырларына қауіп төнетіні сөзсіз. Тамақтану тұрғысынан жұмыртқа тамаша өнім. Олардың құрамында оңай сіңетін ақуыз, пайдалы майлар, аз мөлшерде көмірсулар және көптеген дәрумендер бар. Бұл фигураға зиян келтірместен тез жеткілікті алуға мүмкіндік беретін қоректік өнім. Тауық жұмыртқасының зияны. Тауық жұмыртқасын жеуге байланысты негізгі қаупі тауықтарда жұқтыруы мүмкін сальмонеллез. Қоқыс бөлшектері жұмыртқаларға түсіп, ішіндегі қабық арқылы бірте-бірте енеді. Бактерияны өлтіруге сенімді болу үшін жұмыртқаны толығымен қуыру немесе қайнату керек. Пісіру алдында қабығын мұқият жуу керек. Қуырылған жұмыртқаны теріс пайдалануды атеросклероздың даму қаупі жоғары. Бауыр мен өт қабынуының аурулары бар адамдар қолданбауы керек. Дегенмен, аз мөлшерде пісірілген жұмыртқа зиян тигізбейді. Бүйрек жеткіліксіздігі және тағамдық аллергиясы бар адамдар үшін бұл өнімді пайдалануды шектеген немесе мүлдем бастатқан жөн.